Маған мама айтады да, ешкіммен қырылма, үндемей қоя сал, сен даналығыңмен жен, таспен атқанда аспен ат деп. Нұрқия себе, ондай дана адам боламадым мен. Мені біреу таспен атама, мен соған 30 есе шлакоблокпен атуым керек. Ойбай, Нұрқия себе еще айтады, үйтерет, керуен көшет деп. Жоқ. Мен анау көшіп бартқан керуенді тоқтатып, итті 30-30-ға бөліп пашақ-пашағын шығаруым керек. Сонда ғана жаным жай табады. Мен өйтіп даналығыммен нетпей ақ қойдым. Еще айтады маған, ей дым демей ақ қоясыз, осы дүниеде де жауап бермесе де арғы дүниеде жауап береді деп. Арғы дүниеде жауап берген қайта? Мен оны өз көзіммен көрмеймін ғой. Осы дүниеде де жауап берсін, арғы дүниеде де жауап берсін. Нұрқия себе керемет шығар ол, только арғы дүниеде жауап беретін. Білмеймін, мен сол кезде ғана жаным жай табады. Кәдімгідей білмеймін, мен өйтіп істей алмаймын. Достармен талай тырыстым, қойшы біреу сөйлеп жатқанда үндемей қоя салайыншы, осы ақылыммен жеңейінші деп. Ненің бір жыл бұрынғы ұрысқа әлі өкінем, жатар кезде өйстіп айтуым керек. Неғып өлімсіреп тұрдың, сорлы Даниял деп. Не надо, так что одан қой ішіме жинап онкологиямен ауыратын шамам жоқ. Мен одан айтып тастағаным жақсы. И достар, 26 июль менің туған күнім. Соған дейін инстаграмда 200 000 подписчикке жеткім деп отыр. 16 000 подписчик қалды. Пожалуйста, ақыр көрсіңдер ғой мені қуантып подписка істеп кетсеңдер, өте күшті болатын еді. Особенно мен только қыздарға сенемін, потому что мен контентімді, видеоларымды вообще еркектер қарамайды.